Дәрумендерге өте бай табиғи өрік шырынын жасаймыз. Тап-таза қылып жуып алған өрікті қақ жарып осылай сүйегінен ажыратамыз. Дәл осылай әбден піскен өрікті таңдаймыз. Сүйегінен тазартылған 6 килограмм өрікке 1 литр су құйып, қайнауға дейін жеткіземіз, бірақ қайнатпаймыз. Блендермен езіп аламыз. Езілген шырынды осылай сүзгіден өткіземіз. Өріктің ішіндегі осы жіпшелерді осылай сүзіп аламыз. 6 килограмм өріктен осындай 350 грамм қалдық шығады. Сүзілген шырынның үстіне 1 килограмм шекерімізді салып, қайнауға дейін жеткіземіз, бірақ қайнатпаймыз. Бастапқыда осылай қайнап келе жатқанда 2 рет араластырамыз. 3-ші резінде дәл осылай болғанда астын өшіріп, алдын ала стерилденген банкаларымызға құйып, қақпағын жаба берсеңіз болады. Достар, шырынды қысқыға жауып жатқандықтан үйде көп орын алмау үшін осылай қою күйінде жабамын. Тұтынар алдында 1-1 фильтрдің суын араластырып ішеміз. Көбінесе 1 литрлік банкілерге жабамын. Осындай үлкен көлемдегі банкілерді үйде жиын болғанда ашамын. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін табиғи өнімді үйде дайындаңыз. Құрамына қосылған су және шекер мөлшері дәл осылай суды кейін араластырып ішуге есептелінген. Түсін де, дәмін де және қоюлығын өте жақсы сақтайды. Өте дәмді шығады, достар. Бізге ас болсын, сіз жасаңыз. Пікір қалдырып, өзіңізге сақтап алуды ұмытпаңыз.